Бахтияр Зайнутдинов ақыры Бешикташ сапына қосылатын болды. Шілденің ортасында мәскеулік ЦСКА мен келісе алмай бұл трансферден бас тартқан түркиялық клуб осы аптада таяуда ғана Мәскеуге жаңа ұсыныстарын алып келді де қуанышымызға орай ақыры келісті. Қазіргі уақытта түркиялықта ресейлік инсайдерлерде бұл трансфер жүзеге асып қойғанын айтып жатыр, сондықтан тек ресми хабарланғанын күтіп отырмыз. Бахтиярдың Бешикташтағы жалақысы қанша болады және ол Түркия Суперлигасында ойнайтын нешінші қазақстандық атанады? Одан бөлек ЦСКАның тірі аңызына айналған 7 жыл осы мәскеулік клубты баптаған Леонид Слуцкийден Зайнутдиновтың трансферіне қатысты пікір білдім. Бұл екінші таймарнасы мен Есет Төлеш, Бахтияр мен Бешикташ арасындағы келісім. Кеттік. Электромобиль жеңіп алғыңыз келе ме? Онда достарымыз Теннисе KZ'тің 30 ойынына қатысыңыздар. 1 тамыздан бастап Zikr 001 және Volkswagen ID4 электр карларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін жай ғана бәс тігіп, сары және қызыл купондар жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электр карлардан бөлек фрибеттер, Apple техникаларын ұтып алуға мүмкіндігіңіз де көп болады. Толығырақ ақпарат алып қатысам десеңіздер, сілтемесін комментарийге қалдырамын. Сәттілік. Бахтиярдың Бешикташқа ауысуы келісіліп қойған дүние деп жатыр. Бүкіл инсайдерлер тек трансфердің құнына қатысты әртүрлі ақпарат тарап жатыр. Мысалы, түркиялық Сабах басылымының ақпараты бойынша Бешикташ осы трансфер үшін мәскеулік ЦСКАға 4 миллион евро төлейді және Бахтияр түркиялық клубпен 4 жылдық келісімшартқа қол қояды екен. Ал ресейлік танымал инсайдер Иван Карповтың мәліметі сәл басқаша. Оның ақпараты бойынша Бешикташ Зайнутдинов үшін ЦСКАға 5 миллион евро төлейді және Бешикташ Зайнутдиновты болашақта тағы сататын болса, сол трансфердің сомасының 15%-ын ЦСКАға береді. Алдағы аптада Зайнутдинов Түркияға барып медициналық тексерістен өтеді деп хабарлады ол. Түркиялық ТРТ спорттың ақпараты сәл басқаша. Олардың мәліметі бойынша Зайнутдиновты Бешикташ 4,5 миллион евроға сатып алған және бұл соманы алдағы 1,5 жылда бөліп төлейді. Менің пікірім бойынша Зайнутдиновтың ЦСКАдан Бешикташқа ауысуы Қазақстан құрамасы үшін де үлкен плюс. Құраманың бас бапкері Магомед Адиев мырза да сондай пікірде. Құрама бапкері ретінде Бахтияр Бешикташқа ауысатынына қуаныштымын. Себебі менің білуімше Зайнутдинов Бешикташта алаң ортасында ойнайды. Ол құрамада да осы позицияда ойнайды. Сондықтан бейімделуге уақыт қажет болмайды. Бахтияр өз позициясына оралады. Біз үшін үлкен плюс. Адиев мырзаның пікірі осындай. Расымен ЦСКАда тіпті орталық қорғаушы, қапталдағы қорғаушы болып әртүрлі позицияда жүгіріп жүрген Зайнутдинов Бешикташқа келіп өзінің сүйікті алаң ортасындағы ойынына оралады деген үміттеміз. 25 жастағы қазақстандық ойыншы егер Бешикташқа ауысатын болса, негізгі құрамда орын таба алмайды, тек қосалқы құрамда отырады дегенде пікірлер айтылған болатын. Меніңше Бешикташ оны бекерден бекер 1 айдан бері сатып алғысы келіп жатқан жоқ. Оған мүмкіндік берілетіні сөзсіз. Осы орайда ресейлік танымал бапкер ЦСКАны бірнеше жыл бойы жаттықтырған Леонид Слуцкийден сұхбат алдым. Қысқаша ғана сұхбат, ол былай дейді. Я думаю, что да, Бахтияр очень хорошо выглядит последние сезоны в российской премьер-лиге, один из лидеров ЦСКА, и поэтому его переход не вызывает каких-то сомнений, вопросов, поэтому можно пожелать только ему удачи и, надеемся, что переход состоится. Он достаточно силового плана игрок, который может там и вести борьбу, и держать высокий уровень интенсивности, поэтому я думаю, что в целом, может быть, там, кроме Испании, остальные чемпионаты ему подходят и Италия, и Англия, и Франция, и Германия. Кроме Испании все подходят, да? Испания тоже подходит, потому что он технически достаточно хорошо готов. Я думаю, что сейчас уже нету стиля игрока под какую-то лигу. Есть просто качество игрока, и если игрок качественный, он может играть в любой лиге мира. Слуцкий осылай дейді. Зайнутдиновтың ойын стилі Бешикташқа келеді деп отыр және болашақта тіпті кез келген топ 5 лигада ойнауға қауқарлы деген пікірін білдірді. Қанша дегенмен ЦСКАның матчтарын көріп жүр ғой, мүмкін бізге қарағанда жақсырақ білетін шығар. Түркиялық команда Зайнутдиновты алу үшін кімнен бас тартқанын білесіздер ме? Түркиялық журналист Мустафа Караташ қызық бір ақпаратты бөлісті. Оның мәліметі бойынша Бешикташ Зайнутдинов пен Ливерпульде бірнеше жыл бойы ойнаған Алекс Окслейд-Чемберлейнді таңдаған. Екеуінің бірін таңдап отырды да Ливерпульдің футболшысынан бас тартып Бахтиярге сенім артып отыр. Мүмкін ағылшын ойыншысы қымбаттау болған шығар, немесе жалақысы көп болған шығар, әйтеуір түркиялық клубтың таңдауы қазақстандық ойыншыға түсті. Бірнеше жыл бұрын Окслейд-Чемберлейнмен қонақ үйде суретке түсіп жүрген Зайнутдинов бүгінде оны трансферден шығарып тастап, өзі Бешикташқа ауысып жатыр. Чемберлейннің жалақысы көп болған шығар мүмкін, бірақ Зайнутдинов те Бешикташта аз ақшаға ойнамайды. Түркиялық журналист Мурат Өзеннің ақпараты бойынша Бешикташта Зайнутдиновтың жалақысы жылына 1 миллион 200 мың евро болады. Бұл дегеніміз жылына 589 миллион теңге. Ал айына 49 миллион теңгеден асады. Күніне 1,5 миллион теңге, сағатына 66 мың, минутына
1100 теңге. Сағат сайын 66 мың алып отырады. Қуаныштымыз, дәл осындай жалақыға лайық. Зайнутдиновтың карьерасы жыл сайын қарқын алып дамып жатыр. Осыдан 6 жыл бұрын 2017 жылы ол өзінің туған командасы Таразда карьерасын бастап жатқан. 2018 жылы Астанаға ауысты, 2019-да Ростовтың жейдесін киді, 2020 жылы Мәскеулік ЦСКАның ойыншысы атанды деп қуанып жатқанбыз. 3 жыл өтті, 2023 жыл Бахтиер Зайнутдинов Түркия Суперлигасында Бешикташта ойнауға жақын. Бахтиердің ЦСКАдағы карьерасы жаман болды деп айта алмаймыз. Ол толыққанды негізгі құрам ойыншысы болмаған шығар, жарақаттары да көп болды. Жалпы алғанда 83 матчқа қатысты, 7 гол соқты, 8 нәтижелі пас берді осы 3 жылдың ішінде. Және өткен маусымда ЦСКА мен бірге Ресей кубогында топ жарды. Одан бөлек Ресейдің вице-чемпион атанғаны бар. Зайнутдинов қайда бара жатыр? Бешикташ деген қандай клуб? Стамбул қаласының командасы Фенербахче, Галатасарай және Бешикташ Түркиядағы үлкен үштік саналады. Топ 3 грант. Түркияның 16 дүркін чемпионы, 10 дүркін кубок иегері, лақап аты қара қырандар. Vodafone Park деген 42 мың адам сиятын әдемі осындай стадионда ойнайды. Зайнутдиновке дейін Бешикташ осы жазда бір қатар топ трансфер жасап үлгерді. Жазда Лестерден Даниэл Амарти келді. Вескемнен Артур Масуаку, Ланстан Жан Онана және Миланнан Анте Ребич Бешикташтың жейдесін киді. Олардан бөлек қазіргі уақытта Бенфиканың экс ойыншысы Жетсон Фернандеш, Лион, Монако, Лестерде ойнаған Рашид Гезаль, биыл қаңтарда Әл Насырдан келген Венсан Абубакар бар. Оған Бахтиерді қоссақ топ команда болайын деп тұр. Өткен маусымда Түркия Суперлигасында Бешикташ 3-ші орын алды. Соның арқасында қазір осы жазда конференция лигасына қатысып жатыр. Ал оның алдыңғы маусымда Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнаған. Зайнутдинов Түркия Суперлигасында ойнайтын 3-ші қазақстандық атанады. Алғаш болып Түркияға Евгений Яровенко кетті. Бұл футболшыны танымайтын шығарсыздар, ол 1993-94 жылы ойнаған. Ол кезде мен әлі дүниеге келмегенмін. Ол да бір қызығы Бахтиер секілді Тараздың тумасы. Тараздық Химик сапында ойнады. 93 жылы түркиялық Сары Ер деген командаға кетті. Ол аутсайдер команда еді, бірақ бірден ұшып кетті сол маусымда. Одан кейін 18 жыл күттіріп қазақстандық ойыншы Түркия Суперлигасына келді. 2021 жылы Александр Меркель Газешехир командасымен келісімшарт жасасты. Қазақстандық ойыншы деп айтуға да келмейтін шығар, бірақ құжат бойынша әйтеуір қазақстандық футболшы деп тұр, сондықтан айтып кетуге міндеттіміз. Меркель 2 жыл Газешехир командасында өнер көрсетті. Биыл 2023-тің басында Түркияда жер сілкінісі болған білесіздер. Соның салдарынан Газешехир командасы чемпионатты жалғастырмаймыз деп шешім қабылдады. Ал Меркель болса сол кезде командадан еркін агент ретінде кетіп қалды. Мысалға біз Яровенконы көрген жоқпыз, Меркельді анау айтарлықтай бір мақтанышымыз ретінде есептемейміз. Ал енді Бахтиер Түркия Суперлигасына кетіп жатса, аңдып қарап жүретініміз сөзсіз, оның үстіне анау-мынау емес, Бешикташқа, топ командаға. Одан бөлек әртүрлі жылдары Али Алиев, Давид Лория, Самат Смақов, Антон Чичулин секілді қазақстандықтар Түркияда ойнады. Бірақ олар Суперлигаға жеткен жоқ, бірінші лигада ғана өнер көрсетті. Бүгінге осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бахтиер Зайнутдинов болашақта топ 5 чемпионаттың қайсысында ойнауға мүмкіндігі бар. Өзіңіздің болжамыңызды, пікіріңізді комментарийге жазыңыздар. Каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Бахтиерге сәттілік, сау болыңыздар.